елі жыр елінің талантты перзенті. Бойтымарын жырдан таққан, сәукелесін жырдан киген хас өнерпаз. Есім сойына ел халқы Елмұра деп ат қойып айдар таққан. Еншісін жыраулық өнерден алған оның ғұмыры қазақтың қара домбырасымен сарындас. Қадірлі көрермен, біздің бүгінгі шығарылым белгілі жыршы жырау Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Елмұра Жаңабергеннің тағдыр жолына арналады. Мен жалпы осы өмірге келгенде, менің тағдыр талайыма осы өнерлі адам болу жазылған ба деп ойлаймын. Өйткені басқа бір саланы мен өзімнен елестете де алмаймын. Өзімнің мамандығымды жанымдай сүйем. Менің бұл күнделікті өмірдегі ауам секілді, күнделікті бір менің бір асым секілді қажетсініп отыратын нәрсем. Бастары тайын мендеге қызметіңнен жерініп. Тұлымшағы желбіреген балан күндерінен бастап, көне көз дала қарттарының таңды таңға жалғаған қисса дастандарын тыңдап, көкірегіне жыр күмбезін тұрғызған Елмұра Манас қызының ғұмыры қазақтың жыраулық өнерімен етене ғұмыр. Аға деп алдымыздан көлденең өтпейді, сыйлайды міне. Мысалы үшін, оның өнерін ешкім кемсіталмайды. Оның бұлай жаратылысын ешкім кемсіталмайды. Мысалы, Елмұраны ер адам сияқты кәдімгі кіріп кетіп әңгімесін айтып. Үлкенді үлкендей сыйлайды, кішіні кішілей сыйлайды. Өтірік шешенің айтқаны бар. Үлкеннің алдында eğilip сөйле, кішінің алдында сызылып сөйле. Eğilip сөйлегеннен белің бүгілмейді, сызылып сөйлегеннен сөзің үзілмейді деген. Сол сияқты Елмұра бұның бәрін меңгерген, мен өзім құрмет тұтамын. Текті өнердің туын жықпаған, талантын тағдырына, қабілетін тағылымға ұштаған өнер иесі қазақтың шын мәніндегі қайсар қызы. Елмұра біздің қазақтың мәдениетіне, руханиятына ерекше берілген адам. Ұлтжанды деп қана айту бұл аз. Ол нағыз қазақ үшін жаралған тұлға деп есептеймін. Қай жерде жүрсе де қазақтың мына руханиятының, мәдениетінің еңсесінің биік болғанына қолынан келген еңбегін жасап жүреді. Сырдың төменге қарай құярлығындағы Арал маңында Нұртуған, Кенжеғұлұлы, Жаңаберген Бітімбайұлы, Дәріқұл Өмірқұлұлы деген секілді үлкен жыраулар мекен еткен қасиетті топырақта дүниеге келгенмін. Кіндік қанын тамған жерім Арал өңірі. Осы өңірде мен дүниеге келіп атқан кезде Арал теңізі жайменен тартыла бастаған екен дейді. Менің өзімнің жүрегіммен, көңіліммен өрілген жыр шумақтарында айтам. Аралдың тағдырымен менің өзімнің де тағдырым бір секілді болып көрініп тұрады. Сырдың сұлу мақамына салып, сұңғыла сезіммен тыңдарманын тәнті ететін қасиет Елмұра Жаңаберген қызының өнердегі тек өзіне ғана тән сара жолының қалыптасуына ықпал етті. Кез келген өнерпаздың маңдайына жазыла бермейтін, бұл бір Құдайдан берілетін қасиет болады. Көрерменді сахнаға шыққан сәттен сен шығарманы орындамай жатып, өзіңе баурап ал. Бұндай қасиеті бар өнерпаздар ол аз. Және ондай өнерпаздар қандай шығарма орындалса да, ол халыққа жетеді. Оқыған, тоқыған, кәсібилігі, маман ретінде жүріп өткен, қалыптасқан жолында жинаған тәжірибесінің барлығын былай қойғанда, ең бірінші кезекте жаңағы қасиет рөл атқарады. Я, даусында даланың дауылпаз құстары саңқылдап, қырандай мұзарт шыңға қалықтайтын жыршының өмірлік миссиясы да осынау саф өнерді насихаттау болса керек. Маған осы өнер келіп, өзінен өзі бір түнде мен домбыра тартып, ән айтып кеттім. Көрші Аққатша Құрманова деген апайымыз сол үйге келіп домбыра тартып отыр. Соған ізіне еріп кеткенмін ғой, үйренемін деп. Ертеңіне соны домбыраны тартып, жаңағы Сары Батағұлының Абақтыда жатқан зарлы әні ғой, енді толғауы, соны орындап келдім ғой. Содан бастап мен осы өнерге әуес болдым. Одан мектептегі жаңағы
ұстаздарым көріп мені мәдениет үйіне алып барды. Сөйтіп осы сыр бойындағы Арал өңіріндегі әйгілі жыршы Рысбек Әшімовтың қолына табыстап, сол кісіде мен дәріс алдым. Бұл өнердің шыңына шыққан қыз деп есептеймін өз басым. Мен студент кезінде бірінші рет көрдім Елмұраны. Қызылорда өңіріне Қармақшы деген аудан орталығында үлкен бір республикалық байқау өтті. Сол жерде мен жаңа Әділғазы болдым. Елмұра келіп қатысты. Сол кезде жас осы консерваторияны енді сол бітіруге жақындап тұрған кезі. Сол кезде өзі Елмұраның бір бойында бөлекше қабілет бар екен. Байқадым. Байқауға қатысқандардың ішіндегі мықтысы осы Елмұра болып тұр. Сосын менің тұңғыш шәкіртім бар еді. Айнұр Ешбаева деген. Нағыз бабында кәдімгі дүркіреп тұрған кез. Өзім кішкентайынан тәрбиелеген. Осы екеуі осы. Бірдей шамада тұрды енді. Енді қалай болады? Ана өзімнің тәрбиелеген шәкіртім Елмұра міне ақтан кеп тұр. Міне сол жиында Елмұраның осы мойын сұнып, өзінің бойындағы өнерінің мықтылығына, өзінің мынау сахнаға шыққандағы халықты тарта білуі, жарқ етіп шығып кәдімгі жалындап тұрып, орындау мәнері, мынау әуенді келтіруі ерекше екеніне көзім жетті. Сондықтан мен әділ шешім жасап, бас жүлдені сол жолы Елмұраға беріп жібердім. Сонан кейінгі орынға шәкіртімді орналастырдым. Енді көк болса шәкіртім көкпелер, бірақ енді өнерді бағалау керек қой деген оймен еді. Осы өнерден мен жұрттың алдына шығамын, атақты боламын, ел мені жұрттан керемет екен осы деп айтсын деген менде мақсат болған жоқ. Менің өмірімді осы өнерсіз мен өзімді елестете алмайтынмын. Менің ол тағдырым, тағдыр жолым өнермен ғана байланысы болды. Ол өнерден мені ажырату мүмкін емес. Қазірде де ол өнерсіз мен өмір сүре алмаймын. Ол атақты болуды, бай болуды емес, бәсі биік өнердің қадірін бағамдауды өзіне мұрат тұтты. Биігін аласартқан жоқ. Бақыты мен базынасының бұйымтайын жырдан еншіледі. Бір қарапайым айналасындағы халыққа, туған туысқандарына, бауырларына шуақ шашып, қамқор болып, әр кезде жақсылығын аямаған сондай бір отбасында дүниеге келдім. Өтірік дегенді білмейтін, өсек дегенді айтпайтын, тек қана адалдықты ғана сүйетін, еліне, айналасына қамқор болуды үйрететін менің әкем Манас Жаңабергенұлы және анам Қантай Әбуқызы деген кісілердің перзенті болдым. Осы отбасында мен туылғаныма өте қатты қуанамын. Өзім баланың үлкені болдым. Өзімнен кейін 5 бауырым бар. 3 ұл, 3 қыз біз әкеден, анадан. Шешем үнемі үйде жаңағы есіктің төбе жағынан мына радио үнқобдиша дейміз ғой, соны қойып қояды, бойымыз жетпейді, оны жаба алмаймыз. Қайырлы таң қазақ елінен басталады, қайырлы түн қазақ еліне аяқталады. Сол жерде мен әншілердің Қалампыр Рахимова, Қайрат Байбосынов, Алмас Алматов, бүкіл мен деген әншілерді, Қаршы Ахмедияров қойып, күйшілердің аттарын жаттап, күйлерінің әндерін атын, сөзін бәрін жаттап өскен. Мен ең бірінші сол радио мені сол тәрбиелеген, анам соны қойып қояды. Біздің мына Қара шаңырақ Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияда халық әні кафедрасы 1988 жылы ашылды. Осы кафедраны кәсіби әнші ретінде бітірген алғашқы түлектердің бірі. Эльмира жырды айтып қана қоймайды, новатор. Өзінің бөлек үні бар, ешкімге ұқсамайтын. Консерваторияда оқып жүрген кездің өзінде, сахнаға шыққан кезде айналаның барлығы жанып, нұрланып кететін. Ол сонымен бірге өте ізденімпаз студент болды. Кез келген әнді, кез келген жырды тез қабылдайтын, өте рухы ояу қыз болды. Анашым айгүлім, әкешім айбыным. Өткен күн боп айшықталған тарихи сәттер Елмұра Жаңаберген үшін ғана емес, ел мәдениетінің жылнамасы үшін де жасындай жарқын жетістіктерге толы болды. 1992 жылы ақш-та өткен Сенім фестиваліне Алматы консерваториясының атынан Елмұра жыршы қатысты. Алпауыт мемлекеттің Вашингтон, Нью-Йорк, Миссисипи, Пенсильвания секілді ірі қалаларында терме толғауларын айтып, дауысы сол елдің алтын қорына арнайы таспаланып, жазылып алынды. Есіктің алды доланай, доланаға жолай.
тәуелсіздіктің елең алаң кезеңінде Қазақстанның Америка құрама штаттарында күндері өтті. Онда біз біріншіден өзіміздің мәдениетімізді, интеллектуалдық потенциалымызды, сосын инвестициялық әлеуетімізді көрсету үшін Америка құрама штаттарының 10 шақты штаттарын аралап, еліміз туралы ақпарат бердік. Бір шараның есінде сахнада даусынан бірден таныдым, өйткені өзіміздің сыр елінің ежелгі мақамдарымен керемет талантты қарындасымыздың сондай өнеріне тәнті болған американдық көрермендер қол шапалақтап бірнеше рет оны сахнаға қайта шығуын сұрап, соған риза болып, сонда мен Елмұра қарындасымен танысып, оның шығармашылық потенциалының мол екеніне тәнті болып, әрқашанда мүмкіндігім болған кезде қолдан келген қолдау жасап, шығармашылық ізденістеріне, сосын шығармашылық жобаларына, іске асуына қолдау жасауды өзімнің парызым деп есептеп жүрмін. Ол кезде Дархан Бердалиев Вашингтон қаласында сауда-саттық өкілі болған Қазақстанның атынан. Қазақстанда сол үлкен деңгейде бір шара өткізейін деп атқаннан кейін жан-жаққа осындай хабар жіберген. Сонда Дархан Бердалиев Роджер Клинтон мен Билл Клинтонның інісімен дос болғаннан кейін соған да хабар жеткен, осындай шара өткізейін деп жатырмыз деп. Сонымен Дархан Бердалиев сол Роджер Клинтонға айтады: осындай сізді Қазақстанға алып барайық, сол шараның арасында қатысыңыз, болыңыз. Сол кезде ол келіседі, Роджер. Сонымен Қазақстанға келеді. Енді елге келгеннен кейін біз енді қазақ болғасын өзіміздің өнерімізді көрсетуіміз керек. Содан бишілер шығады, өлең айтады. Солардың арасында біздің Елмұра Жанаберген болады. Сол кісі шығып термесін айтып, бір уақыттарда көзінен жас алып отырма Роджердің. Бұл кезде ол кісі Роджер айтады: мен ана өлеңді тыңдап, со толқып, со тебіреніп, со көңілім босап, содан жылап отырмын деп айтады. Бірінші рет ол кісі Қазақстанға келіп отыр. Бірінші рет қазақтың өлеңін естіп отыр. Бірінші рет домбыраны естіп отыр. Толқып отырған. Олыңса рас болған оқиға. Өнерлі қыздың маңдайына туған ел өскен өлкесінің жыр дастанын әлемдік сахналарда орындау бақыты бұйырды. Жалындап тұрған жас жыршы мұнан кейін 1993-94 жылдары Түркиядағы қандастардың шақыртуымен Ыстанбұл қаласының Зәйтүнбұр ауданында өнер көрсетеді. Елмұра енді өзінің осы өнерінің арқасында талай жерді аралады ғой. Бүкіл шет елді, мынау Америка құрама штаты бар, Франция бар, мынау Түркия бар, мынау Өзбекстан бар, мынау Ресей, Москва, бәрін жағалап өзінің өнерімен тәнті етті ғой. Елмұраның бұл дәстүрлі әндер, дәстүрлі жырларды орындау шеберлігі өте бөлек қойылды. Тәнті болатын себебім ақын Тұрмағамбет Ізтелеуұлының Тәлім деген өлең сөзі бар. Оның сөзі Тұрмағамбеттікі әуені менің атам Жиенбай жыраудың Нақпанақ деген мақаммен айтылады. Соны Елмұра жаттап, соны орындады сахнада. Сонда менің таңғалғаным бөлекше, кәдімгі шыңына жеткізіп, шегіне жеткізіп орындады. Ең соңындағы қайырмасының аяқталар сәтінде өзі қосып сәндеп жіберді ең соңғысын. Ол бөлекше шықты тіптен. Елмұраның соншалықты мынау әуенді бағындыруы, сол орындау шеберлігінің керемет екен сонда мен мойындадым, байқадым. Сахнаға шыққандағы халықты өзіне үйіріп алу, өзіне тартуы, жайнап, жарқылдап, күліп отырып орындайды. Және анау мақамды өзіне кәдімгі шеберлікпен орындайды. Сол кезде халық ақымақ емес, түсінеді кімнің қалай орындап отқанын. Осылайша өнері мен өзіндік мәнерінің арқасында консерваторияны үздік бітірген талантты қыз 94 жылы Баку қаласында өткен халықаралық деңгейдегі үлкен концертте еліміздің атынан өнер көрсетті. Білімді басты бағдаршам, өнерді өлмес азық еткен рухты қыздың даңқы осылайша тұтас Қазақстанға ғана емес, мұхит асып аспандап тұрды. Елмұраның ерекше дарынын көрген алматылық ғалымдар консерватория бітірген жас маманды Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетіне ұстаздық етуге шақырады. Мен өзім ерекше бағалайтын
жыршылардың бірі да бұл кісі. Бірегей. Саусақпен санарлық өз сырдың дәстүрлі әншілер, сырдың жыраулық мектебі, жыршылық өнерінде әйел затынан шыққан жыршылардың көш басында осы кісі тұрады десем, мен артық айтпаймын. Үлкен шабытпен елге келсем, ол кезде Бердібек ағамыз бар, Сапарбаев марқұм ағамыз мені Москвада өтетін түрік халықтарының үлкен фестивалі бар екен, соған қатыссын, жыраулар сайысы болады, соған Елмұра қатыссын деп мені жіберіпті. Соңғы жерде 1 сағат жырлатады екен. Бүкіл түркі халықтарының жыршылары келді. Барлығы жырлап жатыр. Қырғызың да бар, өзбегің де бар, Қарақалпақ, Алтай, Қақас, Якутия, бәрі. Енді жан-жақтан келген, бәрі жырлап жатыр өзінше енді. Дәстүрін көрсетіп. Соны маған да келді кезек Нұртуған Кенжеғұлының Тағаймұрат дастан 18 түрлі мақамға салып сол жерде айтып бердім. Ол бір 2 күнге созылды. Сөйтсем мен бас жүлде алыппын. Жыршы екі заманмен де құлағы, екі заманда да қатар естіп, екеуінің ортасынан бір дүниені жалғап тұратындай бір көпірдей бола білу керек. Сондықтан да мысалы біздің көп жыршыларды ел тыңдай бермейді. Біз қадау-қадау жыршыларды тыңдайды. Сол қадау-қадау жыршының біреуі осы кісі. Ол кісінің ерекшелігі неде дегенде, ол бәрібір өзінің 21 ғасырдың адамы екендігін жұртқа білдіріп. орта қалды. Дәстүрлі жыршылық өнер бірегей өнер. Оған екінің бірі бойлай алмайды. Оны түсінуге мықты түйсік, қабылдауға үлкен жүрек керек. Бұл анық. Ал жүректілік пен рух бекемдігі Айдынды Аралдың төсінен ғана емес, анасының Кәусар тәлімнен алған Елмұра Манас қызының өн бойында. Намысшылдығы да бар, ер мінезі де бар. Бір жағынан ару қыз болса да, екінші жағынан өзінің кейде бір батырлығын да көрсете алатын. Елдің намысына келетін мәселе болған кезде әрқашанда ол өзінің азаматтық, өзінің принципті позициясын айқын айтып жүретін адам. Тек қана қолына домбыра ұстап сахнада ғана емес, қай аудиторияда болса да қазақтың жоғын жоқтауға әрқашанда дайын тұрған батыр қызымыз. Және де бұл кісі өте мәрт, жомарт. Жертөледе тұрды бір отбасы, жағдайлары өте қиын болды. Сол отбасына өзі тұрған бөлмені сыйлап кетті. Сонда мен Елекең айтам да, Елеке, сіздің де мынау іні, бауырларыңыз бар, сіңлілеріңіз бар, әлі аяқтана қойған жоқ. Солардың біреуіне тастап кетіп, кішкене болса да қолғабыс жасасаңыз, сонда Ардақжан, мына отбасы өте қиын жағдайда екен, кішкентай балалары су кешіп, тіпті жертөледе тұру өте қиын. Мен осыларға бергенім жақсы, Алла тағала маған береді. Құдай бұйыртса, ол бауырларым қасымда болса, бірге бәрін көреміз, бірге жасаймыз деп. Батырлық пен батылдық туралы сөз болғанда, Елмұра Манас қызының ойына балалық кезеңнің жадында мәңгі жатталып қалған естеліктері оралады. Жасымайтын жігер, қайтпас қайсарлықтың қанатын қатайтқан ол күндердің өнегесі өмірлік темір қазығына айналған. Анамыз елге сол кездің өзінде кеңес үкіметі, дінге қарсы, Құдай жоқ, әруақ жоқ деген сөзді айтқызатын кез ғой. Біздің өзіміз сондай анкета толтыратынбыз. Сондай бір қиын кезеңдерде менің анам елге ем жасап, кәдімгідей қабылдаған еді. Сол кездің өзінде кеңес үкіметі, дінге қарсы, Құдай жоқ, әруақ жоқ деген сөзді айтқызатын кез ғой. Біздің өзіміз сондай анкета толтыратынбыз. Таңертең сағат 9-дан бастап кешкі 5-ге дейін милиция келіп тұратын есіктің алдында. Сонда халық тыйылмайды. Әр түрлі ауруменен есіктің алдында кәдімгі ем сұрап анама келіп отыратын кісілерді талай басымыздан өткердік, көрдік. Сол кісілер үйімізге айлап жатады. Өзі шағын ғана қараша үй, кішкентай ғана шағын. Келген адамдармен біз де қабаттасып көпшілікте үйрендік. Емделіп кеткен кісілер қайтадан ауырмайтын еді. Өжет болдым. Сол ауылда өзімнен кейін 2 інім болғаннан кейін сол інілеріме қамқор боламын деп ауылдың балдары жаңағы бір-біріменен ұстасып қалады, жекпе-жекке шығып, төбелесіп қалады. Біреу жылап қалса, біреу жеңіліп қалып тауы қайтып атады ғой. Сондайда мен барып жекпе-жекке шығып сол балдармен төбелесетінмін.
өзімнен 1-2 жас үлкен жігіттермен де кәдімгідей ұстасып қалам. Сөйтіп солар жеңіліп, мені мойындап өздерінше сөйтіп кетеді. Енді балалық кез ғой. Сол ер бала сияқты болып өстім. 5 бауырыма өзім қамқор болдым. Өйткені анам көп ауырып қалатын еді. Жаңағы қасиет бар. Адам қарайды, онан қалса өзі жаңағыдай өзі көп айтатын. Түнде тірі әруақпен, күндіз өлі әруақпен алысып отырамын ғой деп. Анамыз бір табақ бауырсақ пісіріп кетіп, сыртымыздан құлыптап, қалған балаға мен ие болып қалам үйде. Сонда өзі 5 бауырымның анасы секілді. Ой жетпедім, ер жеттім мен. Сондықтан бауырларым да қазірге дейін мені анасындай көреді. Мен әлі ол бауырларымды өзім баламдай көрем. Біреу бетіме келмейді, бәрі сыйлап тұрады, тікесінен тік тұрып. Сондай отбасыда өстік. Төрлетіңдер, айналайын Толқынжан, қара шаңырақ әке-шешемнің отырған жері. Біз өзі әке-шешеден 6-аумыз, 3 ұл 3 қыз. Сол кенжетайымыз осы үйдегі Жолбарысқан деген інім қазір жұмыста, әрине. Соның келіншегі Айтолқын деген менің сүйікті келінім. Және өзімнің мынау белімнен жаратылған қызым, үлкен қызым мынау Салтанат Қайрат қызы Ерсұлтан деген қылқобызбен қазір терме айтып жүр, жыр айтып жүр, аниматор, мультфильмдер түсіреді. Екінші қызым Сандуғаш Қайрат қызы. Бұл қызым өзі 5 тілде сөйлейді. Кішкентайынан бірақ терме жыр жаттап өскен, домбырамен балаларымды мен құрсақтан дайындаған өнерге. Және оның қасында отырған Айшагүл деген Манас, бұның тегі. Менің немереміз ғой біздің енді. Сондықтан Айшагүлді өзім 8 жасынан бастап өзім тәрбиеледім. Қазір таңнан таңға жырлайды. Елмұра әпке, енді осы білуімше ширек ғасырдан асты сіздің Эльмира кеңестік кезеңде қойылған есіміңіз Елмұра болып халықтың бір жадына сақталып жүргені, Елмұра болып кеткеніңізге. Бұл енді Елмұра деп елдің көңілінен, жүрегінен орын алғаннан кейін мынау айтып жүрген шығармаларымыз, ата-бабамыздың мұрасы. 97 жылы күз айында болу керек, шатаспасам, сыр бойында біздің керемет ғажап жырау апамыз болды, Шамшат Төлепова деген. Сол кісінің бір мерей тойына байланысты 3 күнге созылған жыраулардың сайысы өтті. Сол жырау сайысында кәдімгідей 2 күн қатарынан біз жыр кәдімгі басынан аяғына дейін орындадық. Бүкіл мен деген жыршылардың бәрі қатысып, соған мен де бардым. Ол кезде осы Салтанатым емізулі 2 ағай сол кезде. Шамшат апамыздың жыр сайысында өздері ол кезде үлкен жыраулар тірік өзі. Біразы кетіп қалды ғой қазір. Содан сол жерде мен бас жүлде алғанмын. Содан одан кейін жыраулар бәріміз бас қосып, Шамшат апаның үйінде отырдық. Содан тағы да таңға дейін жырладық, бәріміз керемет бір сондай кезең болды. Сол кезде біздің елдің біраз ақындары Манап Көкен атамыз да ол кезде тірі ғой. Мені әупілдек деп, әупілдек деген не деп қоям. Сөйтсем ол бір кішкентай құс екен. Жаңа қамыстардың арасында жүріп. Өзі кішкентай болғанмен дауысы зор екен ғой. Соған мені әупілдек деп жүр екен. Қандай әдемі атауларыңыз бар? Сөйтсем Елена менің құрбым өнердегі. Сол бір күн айтты, жоқ, Эльмира деген не айтпаймын сөйтіп. Елдің мұрасысың сен. Осынша өнерді арқалап жүрсің. Біз сені Елмұра деп атаймыз деп. Содан енді Еленаның да киелі қыз ғой. Айтқан сөзі солай елге таратты. Елмұра болып кеттім. Анам мені Қыран Самұрық дейтін. Қандай тамаша, е? Көп бірнеше еркелеткен есімдеріңіз бар екен. Өте көп. Ал енді Толқынжан, айналайын. Шаңыраққа келгеннен кейін қазақ халқы өзі бір ән мен күйден жаңағы қонақты көңілін толтырып, тойдырып жібереді ғой, көңілін шалқытып дегендей. Сондай бір бізден бір кәде болсын. Мынау Айшагүл деген қызым көп дүниені жаттады, үйренді, айтқанымды қылып келе жатыр. Осы өнердің мұрагер ұрпақ қой. Сондықтан Айшагүлден бір сый болсын. Әйде! Қанекей тіліміз сөйле шай, көрсетіп көпке өнереді ай. Қызылы тіліміз желі сөзге, туғаннан ақ шебереді. Кімі тыңдайды сөзімді, болмаса әсем мәнереді ай. Бәрекелді, рахмет. Анау Мәнсүр деген Әбіл Мәнсүр, атасының баласы. Жаңа Жолбарысқан деген інімнің үлкен ұлы.
Ол да жыр айтады. Мына кішкентай менің Ақтотым, ол да ән айтады. Анау менің Ән Нұр деген балам. Көп отбасында бұндай әулетке жалғасқан өнер бола бермейді. Сондықтан сол бұл жалғастырып шын мәнінде құттарған шаңырақ деп ойлаймыз. Салтанатым бұл енді менің сарсандығым. Қырымбек аға айтып еді, сарсандық таза алтын ғой дейді. Сол сары алтынымыз таза алтынға айналып, бүгінде мынау кешегі Қорқыт бабамыздан келатқан қасиетті қара қобызымызды өзіне серік етіп, алғаш қыздардың ішінде, жалпы тарихта қыздардың ішіндегі жыр айтқан осы салтанат болды. Әкем мен анам бірінен кейін бірі кетті ғой. Сонда жаңағы бұл кісілерді өте қатты сағынып, сағыныш деген күй жазған болатын. Сол сағыныш күйі іштен жарып шықты ғой. Сөйтіп жақында ғана Ұлы дала деген үлкен республикалық аспаптық, жырға байланысты композиторлардың үлкен бір байқау өтті. Сол жерге менің сол жаңағы сағыныш күйім қатысып, жүлделі орын алып, соған қуанып қалдық. Қазақта жоқтау деген бар ғой. Сол менің бір ішкі дүниемдегі сағыныш ата-анама дегенде, бұл бір жоқтау тәрізді. 10 жасымнан сырласқан айнымас досым сыр шанақ. Шөліркеп қалған шаршыға етейік қызмет бір уақ. Арқалы текті қыз едім, арманы асыл сөз қумақ. Бұл Елмұра Жаңаберген қызының аралдан ұшқан аққу ематты толғауынан бір үзік. Арқалы жырау қолына домбыра алса, түйдектетіп төгіп жеретін сәттерінің еншісіндей отты шумақ. Әр мақамы, көбіне енді біздің жыршылардың мақамы қарапайым, жұпындылау болып келеді, орындауға жеңіл болып келеді. Елмира апайдың бір ерекшелігі мақамының қос дәуірдің қай дәуірмен болса да көне дәуір мен жаңа заманды үйлестіре алғандығында, әрі оның құрылымының қарапайым емес күрделілігінде орындаушының орындауына өте бір сондай салмақ түсіреді. Мақамы деген сан құбылып жүреді. Әнге де айналып кетеді кей тұстарда. Қалықтатып, шырқатып жүреді. Бұл жыршылардың көбінде кезікпейтін қасиет. Осындай қасиеті бар, осындай қабілеті бар, таланты бар, жыршысы бар, сіздің қазақ бақытты. Сонау 1998 жылдан бастап республикалық ұлан президенттік оркестрінің жеке әншісі қызметіне қабылданып, бертінге дейін ширек ғасыр абыройлы қызмет еткен өнер иесі, сондай-ақ Шабыт өнер университетінде жыраулық өнерден тәлім береді. Мен шәкірттеріме де дәріс берген кезде, ең бірінші менің алдыма келгенде айтатыным, Нұртуған атамыздың сөзі бар ғой, адамдай адам болсаң сыпайы бол, адамның зіл тұрмасын мінезінде. Ең бірінші ұстаз ретінде, мен шәкірт ретінде сен ортамызда осындай зіл болмау керек. Ең бірінші адам болып қалыптас деймін. Жыраудың бойында керек нәрсе өзіңнің тазалығың ең бірінші. Лас нәрседен аулақ бол, жаман сөз айтпа, өтірік айтпа, өсек айтпа. Жыраудың да айтатыны осы. Бабалардың сөзін қасиетті өнер ғой. Соны ұрпаққа жеткізу сенің бірден бір ең міндетің. Сен бұдан ақша табам, бұдан мен байып кетем, мен осыдан бір керемет атақ жинайым деме. Сен осы жұмысты адал атқарсаң, ол өзі келеді саған. Кәсіби білім алғандығының нәтижесінде ол тек қана жыршы емес, ұстаз әрі ғалым ретінде өзін халыққа танытқан, өзінің биігіне жеткен, сонымен бірге қайраткерлігі басым, халықтың әрбір мұңы, халықтың басына түскен қиыншылықтар, соны кішкентай ғана иығыменен көтере білетін жүрегі нәзік қайраткер қыз. Ал бұндай қасиеттер екінің біріне беріле бермейді. Жыраулық өнер бұл үлкен құбылыс. Бұл ақында болып кетеді, бұл композиторда болып кетеді, бұл шешенде болып кетеді. Бұл кейде өзімен өзі бір нәрселерді біліп отыратын сәуеге ұқсап, бір нәрсені сезіп отырасың. Менде де болады ондай. Мен мысалы кейбір кезде алдымда болатын нәрсемді біліп қойып отырам. Сондай бір қасиет болады. Ұстазымыз айтып отырады, әр адамның өзінің бойында керемет бір дауысы болсын, мінезі болсын, оның барлығы терме жыр орындаған кезде байқалады. Сен сол дәл өзіңе ғана тиесілі
өнерді өзіңнің жырыңда, өзіңнің өнерінде көрсетуің керексің. Сол кезде сен үлкен жыршылардың, термешілердің ортасында ерекшеленесің деп. Сол үшін де ешқашан мені қайталамаңдар деп айтады. Өздеріңнің дауыстарыңдағы тек саған ғана тән құбылыстарды сақтап қал деп осылай ақыл кеңесін айтып отырады. Менің ұстазым жыраулық өнерде осы ұрпақ сабақтастығының жойылмауына үлкен жұмыстар жасап жатқан адам. Ұстазымыздың жүрегі өте кең, мейірімді, әрқашан бізді үйіне шақырып, тамақ ішіп кетіңдер, мен бүгін ет асайын, біз таңға дейін жыр жырлайық деп әрқашан шақырып тұрады. Шәкірттерін ешқашан қасынан тастамайды, бірге алып жүреді. Бізді әрқашан концерттерге шықса екен, осы балаларым сахнаға шықса екен деп конкурстарға қатысып жатсақ, додаға түсіп жатсақ, осы балам жүйрік болып шықса екен, орын алып келсе екен деп тілегін білдіріп жатады. Шәкірттерін өзінен бұрын бірінші орынға қояды мен ұстазым. Ельмура Жанабергенова – это один из редких таких носителей традиционного искусства. Ельмура Жаңабергенова дәстүрлі өнер өкілдерінің арасында өте сирек кездесетін құбылыс деп білемін. Арал өңірінің жыраулық дәстүрін арқылап келе жатқан ғұмырында атан түйе көтере алмас талай жүкті көтеріп келе жатқан рухы бекем нағыз өнерпаз. Мен оны таңғажайып талант деп мойындар едім. Оның жыраулық өнерінен бөлек сазгерлік қабілеті де орасан зор дер едім. Мен жуырда оның «Қыз ғұмыры» деген әнін тыңдадым. Әннің құрылымы өте күрделі, эстрада жанрында кезігетін жеңіл ойнақы әуендер емес, сазы да, мотиві де, терең де тылсым сипатымен жүректерді баурайтын музыкалық шығарма. Ельмура не жасаса да өте сапалы, биік деңгейде жасайды. Ғалымдығы бір төбе. Ол жазған кандидаттық диссертацияның жыраулық өнер саласына қосқан үлесі қомақты деп білемін. Написать диссертацию, кандидатскую диссертацию. Это оңай емес. Ал жырау деген ол қазақ халқының киесі, ол қасиеті, ол құты. Біз киемізден айырылдық, құтымыздан айырылдық, қасиетімізден айырылып тұрмыз қазіргі кезде. Тәрбиені балабақшадан емес, тәрбиені құрсақтан дайындау керек. Соның өзінде бізде үлкен күрес жатыр. Құрсақтан дайындаған бала, ол қандай жерде жүре берсін, ол бәрібір ана өзінің нәрін іздейді. Соған қарай бүйрегі бұратта тұрады оны. Бұл өзінің бұрынғы алдағы тарихын, әдебиеттің, халқын ұмыттырмайтын өнер ғой бұл. Кәдімгі тарихты сол жыраулардың айтып отырған жырларынан қарауға болады. Қайраттылық, күштілік бұл батырлар жырында тұр. Тұрмыс салт жырында өмір салтың тұр. Бәрі тұр оның ішінде. Сондықтан бізге айдаладан біреуден ақыл сұрап керек жоқ. Ата-бабаларымыздың салып кеткен сары жолы менің емшім де сол, мені дұрыс жолға салып отқан да сол, мені асыраған да сол. Балдарымды тәрбиелеуге де көмектескен сол бабаларымның осы жыр өнері. Анам кішкентай кезімізден осы қазақтың дәстүрін, тәрбиесін бәрін бізге сіңдірген. Соның арқасында біз қайда жүрсең де өзіңнің кім екеніңді, дәстүріңді, ұлтыңды, дініңді, діліңді білгендіктен мен өзімді қазақ ретінде әр жерде өзімді анықтап, мақтан тұта аламын. Жыраулық өнер бабадан балаға мирас болып қалған киелі өнер, киелі рух. Ол барда қазақ дейтін ұлт өлмейді, туған тілдің шамшырағы сөнбейді. Бұл анық. Қадірлі көрермен, біздің бүгінгі шығарылым белгілі жырау Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ельмура Жаңабергеннің тағдыр жолына арналды. Я, ғұмырымыздың әр мезеті, тағдырымыздың әр тармағы мағынаға толы болғай.